Сәлем қыздар. Егерде сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Бүгін мен сіздерге алдыңғы шығарымда көрген болсаңыздар, мына сым туралы, мен сіздерге осы сымның көмегімен қалай бас киім тоқитынымды көрсетпекпін. Мінекей, бұл менің қолымдағы сым. Так. 3,50-лік сым, 3,5-лік сым қолымдағы. Мен егерде сіздер алдыңғы шығарымдардың бірін көрген болсаңыздар, ланоса жібінен мен қызыма бас киім тоққан болатынмын. Енді мен оған мен снуд тоқимын. Шамамен мынадай етіп аламын сымды, қолыма жіпті, шамамен мынадай 10 сантиметр өлшеймін қолыма шамамен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сымды аламын. 3,5-лік сым қолымда қыздар. Сіздерге алдыңғы шығарымдардың бірінде бұл туралы білесіздер. Менің сым тоқыманы қалай тоқитынымыз 3, 4, 5, 6. Жалпы қыздар осылай 80 шалу аламыз. Сонымен қыздар, алдарымызда 81 жіп алдым. Негізінен 80 жіпті алу керекпіз, бірақ 81 жіп аламыз. Біреуін қазір не үшін артығымен алғанын түсіндіремін. Сонымен менің алдымдағы бас киімде мен бір оң бір теріспен алдымды. Сол себепті мен бұл снудтың да резинкасын бір оң бір теріспен аламын. Оң, теріс, оң, теріс. Сіздер оң теріс әдісін өте жақсы білесіздер. Егерде сіздер мен алдыңғы шығарымды көрген болсаңыздар. Қазір мен осы бойда боламын. Содан соң сіздермен қайттан келісеміз. Сонымен қыздар, мінекей бүкіл 79 жіпті тоқыдым. 79 жібім оң болды. Енді мына жақтағы жібімді тартамын. Оң, енді теріс тоқу керекпін. Так, мына соңғы жіппен, соңғы шалумен, мына жақта ең бірінші бастаған шалуым екеуін бірге тоқимыз. Мінекей. Сонда 80 жіп болды. 80 болды. Мінекейіңіз. Так, егерде дұрыс көрмей қалған болсаңыз, қайталап көрсетейін. Мінекей. Мына 79 жіп оң. Мынау 80 жіп. Мінекей 80 жіппен мына бірінші жіпті қайталаймыз. Мінекей. Екеуін алдық та теріс аламыз. Сымнан шығардық. Мына жердегі жіпті тартамыз. Осы тоқудың екі әдісі бар. Маған негізінен мына әдіс ұнайды. Қазір мен сіздерге қазір мен осылай тоқи беремін да, сосын келесі мына жерге келгенде сіздермен қайттан көрсеміз. Сонымен қыздар, мінекей
Соңғы жіпке келдік. Мінекей ол теріс тоқылды. Одан кейінгіміз оң тоқылады. Мінекей жіпті тарттық. Енді қараңыздар, ешқандай да айырмашылық байқалмайды. Тек қана мына жібіміз арқылы біздер бастапқы нүктесі екенін білеміз. Немесе өзіміз үшін белгілеп қоюға болады мынандай маркермен. Бастапқы нүктені ешқандай да шатаспаймыз, қателеспейміз. Менің ойымша бас киімді айналдырып тоқу деп атаған дұрыс сияқты, айналдыра тоқу деп. Менің ойымша. Сонымен мен сіздерге бас киімді айналдыра тоқу әдісін үйреттім деп ойлаймын. Көрсеттім сіздерге өзімнің тоқу әдісімді. Менің өзімнің кісілердің көбіне сұрайтын еді, сен қалай ешқандай да білдіртпей тоқыдың деп. Жалғыз мен емес қой, бүкіл әлемдегі адамдардың бәрі де, тоқымашылардың бәрі пайдаланатын әдіс. Бірақ та тоқу өнеріне жаңадан келген, немесе тоқуды білмейтінді, немесе бұндай әдістердің бар екенін білмейтін адамдар үшін бұл тосын жаңалық. Менің де өзімнің де білгеніме, интернетті ашып көргеннен кейін мен де біле бастадым. 4-5 жыл турысында. Оған шейін мен де білмейді екенмін, қыздар. Жалпы 40 сантиметрлік сым бар екен мен де білмеппін. Сонымен, қыздар, қазір осылай тоқи береміз. Оңның үстіне оң, терістің үстіне теріс. Сонымен, қыздар, мен бірнеше қатарды тоқыдым. Егер де зерсе алып қараңыздар, мінекей ешқандай да айырмашылығы жоқ. Мінекей мына жерде. Егер де сіздерде мына жіпті көрмесеңіздер, немесе мына жерде тұрған маркерді көрмесеңіздер, ойлауыңыз мүмкін да, мына қай жерден бастап едік депті. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Сонымен мына бас киімді қарасаңыздар да сондай. Мен бұны әлі мына жерден бастаған сияқтымын. Мінекей қаттарды тастағанмын. Мінекей осы жерден қайтарғанмын. Қараңыздар, ешқандай да не жоқ, айырмашылығы жоқ. Алдағы уақытта мен мына тұрған жіпті бұны да осылай жасырамыз. Мінекей, сонымен менің бар құпиям ашылды. Мен осылай 40 сантиметрлік сымның көмегімен осылай бас киім, сыну, жемпірлерді, мойындарын осылай тоқимын. Енді менде шамамен 2 сантиметр, 3 сантиметрден астам тоқылды. Мен әдетте 2 саусағымды қоямын. Сол уақытта менің жеткілікті. Сонымен, қыздар, егер де сіздерге шығарылым ұнаса, лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Пока-пока.